Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазір бізде сауат ашу сабағы. Сабақтың тақырыбы ас адамның арқауы. Дыбыстар мен әріптер. Сабақтың мақсаттары тыңдалған материал бойынша өз пікірін айту, берілген тақырыпқа әңгіме құрап айту. Сөздерді, дыбыстарды орфоэпиялық нормаларға сәйкес дұрыс айту. Дыбыс дегеніміз не? Дыбысты біз не істейміз? Әріп дегеніміз не? Дұрыс айтасыңдар. Тамаша. Болса оқулықпен жұмыс. Бірінші жаттығу. Мәтін кейіпкерлері дұрыс тамақтанды ма? Қалай ойлайсыңдар? Тамақтан адам денсаулығына зиян келе ме? Тамақ, сусын, кәмпит сөздерінде неше дыбыс, неше әріп бар? Суретке қарап, олардың қандай дыбыс шығаратынын айтып көріңдер. Ребусты шеш, табылған сөзді және дыбыс санын тор көзге жаз. Төртінші тапсырма. Сурет бойынша әңгіме құрап жаз, сол оқиғаға байланысты өз пікіріңді айтып көр.